Сәлем баршаңызға. Бүгін біз өте дәмді ерекше тағам, жаппасай тағамын пісіретін боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар ет, жуа, сәбіз және картошка қажет болады. Және осылардың бәрін біртіндеп қазанымызға қызып тұрған майымызға қуыратын боламыз. Енді біз қызып тұрған майымызға етімізді салып, әбден сөлі шыққанша қуырып бұқтырып аламыз. Ал міне көріп тұрғандарыңыздай етіміз әбден сөлі шығып қуырылды. Енді осының үстіне жуамызды, сәбізімізді, және де осыған қажетімізше тұз, томатымызды саламыз. Мен кристаллик салам. Кристаллик салсаңыздар дәмі ерекше болады. Енді осының бәрін біркелкетіп араластырамыз. Және де тартымына қарай кішкене бұрыш себелеуге де болады. Осының бәрін араластырып, осына әбден кішкене қуырып алып, үстіне суымызды құятын боламыз. Ал міне қыздар, біздің еттеріміз әбден бір-бірімен араласып әбден қуырылды. Әдемі болып соттары шығып бастаған кезде бұның үстіне қатты қуырылып кетпеуі тиіс. Енді осының үстіне жаймендеп суымызды құямыз. Осыны шамалы бір қайнатып алып, астын басып қоямыз. Әбден еттері шамалы пісу керек. Ал енді біз қыздар, етіміз дайын болған дегенше, біз қамырымызды илейміз. Ол үшін бізге тұз қажет болады. Кішкене тұзымызды саламыз. Сосын бір дана жұмыртқамыз салып, жылы сумен қамыр илейтін боламыз. Ал қыздар, міне біздің қамырымыз әбден қанып иленді. Кішкене әдемі қамыр болып шығады. Еттің қамырындай болу керек. Ал енді осыны салатанымызға жауып 5 минутқа тындырып аламыз. Қыздар, міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді мен осыны 2 бөлікке бөліп алдым. Мен 2 порция істеп жатырмын. Енді өздеріңіз адамның ыңғайына қарап істейсіздер. Өте дәмі ерекше болғасын, 1 порция бізге жетпейді. Сондықтан 2 порция істеп жатырмын. Ол енді қыздар, біз қамырымызды еттің тамағына жайғанымыздай қылып, әдемілеп, өте жұқа да емес, қалың да емес қылып, жайып алатын боламыз. Ал қыздар, біз қамырымызды дөңгелек етіп жайып алдық. Енді осыған майымызды құйып, әдемілеп сіңдіріп аламыз. Қазір қамырымыз бір-бірінің үстіне салған кезде жақсы қалмас үшін осындай майды айналдыра жағып аламыз. Міне майымызды әдемілеп жағып алдық. Енді осыны бөліктерге бөліп, шағын етіп
бөліп аламыз. Біз мына қамырымызды майдалап турап алдық, 4-5 етіп. Соны енді мына майланып тұрған қамырды бір-бірінің үстіне бүйтіп кигізіп аламыз, жинақтаймыз. Енді етіміз пісті. Енді осының үстіне картошкамызды саламыз. Араластырып жіберіп, бір қайнатып, астын басып қоямыз. Қыздар, міне біз қамырымызды әдемілеп майлап жайып алдық. Енді осыны қайнап тұрған подливкамыздың үстіне орналастырамыз. Қыздар, міне біздің картошкамыз, подливкамыз дайын болып қалды. Соның үстіне біз жаңа майланған қамырымызды жаймендеп орналастыратын боламыз. Біз қамырымызды жайғастырып алдық. Шамалы сорпасы бетіне кішкене шығып тұруы қажет. Енді осыны қамырымыз піскенше 20 минуттай пісіріп аламыз. Қыздар, міне біздің тағамымыз дайын болды. Енді осыны жаймендеп табағымызға орналастыратын боламыз. Ал қыздар, міне қамырымыз салып болды. Енді астындағы подливкамызды бетіне жайып салатын боламыз. Қамырмен араластырып жегенде өте дәмі керемет болады. Ал енді осылардың бетіне укропты майдалап алды. Укропымызды енді осының бетіне сеуіп шығатын боламыз. Бұл әсемдігі үшін бір жағынан дәмі өзгеше етіп тұрады. Сол себепті мен укропты салдым. Ал міне қыздар, біздің жаппасай тағамымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ал менің рецептім ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.